Алғаш қарағанда бейберекет хаус. Бірақ бұған фантазиста болып қарайық. Ортадан бастаймыз. Бұл шешуші сәт. Бірінші болу ойында өзгеше көру деген сөз. Фон Тим, алғашқылар командасы. Ақтөбеге может андай армия болельщигі бар командаға шынымен де болельщиктердің духы жетпей жатыр. 13-ші сектордың қолдауы жетпей жатыр. Сол себептен Ақтөбе жеңіліп жатыр. Жанкүйерлердің де несі талабы орынды да. 3 автобус болып Қызылордадан Түркістанға келген, өзінің көліктерімен келгендері бар, келеді. Командасы жеңіліп қалады. Гол соқпаған, 1 гол соққан осы маусымда. Қазір халықта көрерменде төрешіге деген сенім жоқ. Мысалы, әрбір эпизодта күдік пайда болады. Өткенде біздің де күдік сода болды. Енді ойынға оралатын болсақ, тактика жағынан Ордабасы бәр жағынан Астананы алып қойды. Астана Ордабасы сияқты ойында қайталау болмау деген ол нонсенс. Болмайды ол құрдым уже. Низкалы ол төмені. Сондай уақытқа келдік. Легионерлер ойын өзгертіп жатқан жоқ. Біздің қазақтың балдары шығып, Ордабасының ойын өзгертіп отыр. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл Фон Тим YouTube арнасы. Қазақстан Премьер-лигасында 5-ші тур артта қалды. Қазір ғана Ақтөбе мен Каспий арасындағы дерби тәмам болды. Кеше Ордабасы мен Астана арасындағы ойынды көрдік біз. Астана аренада даулы эпизодтар бар. Тағы да күмәнді сәттер бар. Талқылаймыз, талдаймыз, айтамыз. Бүгін тағы бір подкастымыз қызыққа толы болайын деп тұр. Сондықтан міндетті түрде арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Бізге қолдау керек. Осындай сәттерде өте керек қой бізге қолдау. Және лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ерсін Ерік. Ереке, қай матч бәрінен қатты ұнады сізге осы турда? Тобыл Қайрат. Тобыл Қайрат. Комментаторлары да жақсы болды дейді осы. Иә, сіз болсыз ғой. Аман екенмін. Не деп? Тірі екенмін. Негізі құрметті көрермендер, иә. Мыналар бар ғой. Негізі біреуге өлім тілегенше өзің өмір тіле дейді ғой. Қалжың жігіттер ол. Красавчик. Ағам болғаннан кейін әзір өтіреді. Олжас бай болсын. Олжеке, өзіңіз бүгін қара киініп келіпсіз. Составта бар ғой. Мен футболдағы қара адам деді ғой, сол мен ғой сол. Сол сіз ба? Барда жүргенсіз ба? Әулелігі бар осы ерсіннің бар ғой. Қара адамдар бар деді да. Сөйтсе барда шынымен действительно қап-қара адамдар. Еще қара киіп алған ба? Анау не екен ғой, Хаукай жүйесін алып келген мамандар екен ғой. Иә, соны ішіне енгізіп жатыр екен. Кәдімгі шетелден келгендер екен ғой олар. Ағылшынша сөйлейтін кәдімгі. Олар не болып жатқанын түсінбейді ғой. Елдос Ахметов ағамыз. Елеке, стадионнан қай матчтарды көрдіңіз? Біз кеше арнайы ұлттық құраманың бас бапкері және көмекшілері болып Астана Ордабасы ойын бар бақылап қайттық. Көңіліміз толып. Көңіліміз толып. Толды ма? Неге? Жасұлан Әмір гол соғып жатыр ғой. Жасұлан Әмір соқты. 8 ойыншы Астана... Айта берейін, тоқтам. Жоқ, айта беріңіз. Бірақ сіздер де стадионда повторсыз көрдіңіздер ма? Сіздер повтор көрмедіңіздер ме? Повтор қиын болып жатыр. Ютубтан артқа айналдырдық қой. 10 секундта. Данияр ағамыз бар ғой, Данчо. Сол, видимо, есімде сақтап отырмын деймін. Повтор көрсетпей деген есімде сақтап отырмын дейді. Жігіттер, бастайық. Бүгін біз 5-ші турдағы ойындарды айтамыз. Бірінші сол қазір ғана аяқталған дербиден бастайық. Ақтөбе Каспий, одан кейін әрине біз көп уақытымызды Астана Ордабасыға арнаймыз және міндетті түрде ертең болатын УЕФА Чемпиондар Лигасына болжам жасап кетпейміз ба? Өткенде талқыладыңыздар, талдадыңыздар. Енді бүгін сіздерден бір болжам күтіп тұрмын. Бір кісі Реал Мадрид өтеді деп айтатын сияқты бүгін. Уақытында айтамыз. Болжам айтып қойдық қой сол кезде. Енді мен барда бір тағы да мүмкін өзгерген шығар ойы. Пайызда. Ол да мүмкін, пайыздар. Көзім тіріде. Болжам айтады. Дұрыстап бірдеңе айту керек еді. Что-то болмай кетті. Болжам айтпай тұршы сен бір. Сөйтем ғой деймін. Сен сосын андай тәжірибесі мол қақпашыларға тиіспеші. Сөйтем ғой деймін. Ешкімге тиіспеймін. Бірақ Атлетико маған тиіспейді. Аут көп болады деген прогноз беремін. 38 аут болады. Аут жоқ па? Доп шықпай ма? Тарихта тұңғыш рет. Бастаймыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер және бізден сыйлық аласыздар. Бекітілген комментарийге кірсеңіздер, жақсы сый бар. Оның ішінде әрине Криштиану Роналдудың ретро жейдесі. Кеттік. Ақтөбе Каспий. Көрдік. Елдос аға, Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкерінің көмекшісі ретінде осы ойынға қандай пікір білдіресіз? Енді екі команда да өз алаңында ойнап жатқан жоқ. Иә. Сол себепті көрерменсіз өкінішке орай, бірақ алаңның сапасы әрине футбол ойнауға
керемет, жап-жасыл, білген нәрсеңді істеуге болады. Сквозняк дейсіз ба, терлемейтін Ол желек да бар. жақын ұрып тұр. Ақтөбе енді ойынның барысында өзінің ойын көрсетіп жатты, және бұл ойында сәл біздің теледидарлар кейде кешіп қалып ол да болды кішігірім. Енді ең қызығы Нанидің шығып бірінші касаниясымен гол соқып кететін мүмкіндік болды. Баспен ұрған кезі. Иә, баспен ұрған кезі. Маған сол қызық 5 тур болды ұрмады әлі. Нани көкем. Нас нағылмық, Наниді айтса, нан бүйтіп атқаны. Бірақ бас Неге бапкеріміз айтса да сөз ары қарай. Кім? Кеше не айтқанымды ұмытып қалдым. Нани 5 гол соқпайды дедім ғой, мен Иә. уверен айттым ғой. 5 голың кезінде 1 гол жоқ, 5 тур болды. Ассист қана. Налегке соғады деген қол бүйтіп. Енді тренердің жұмысына келсек, жұмыс істеліп жатыр, көрініп тұр. Ойыншылар тактикасын сәл өзгертіп, шабуылға көбірек ойнай бастады. Шушуначудың қанжығасы майланды. Артур пенальтиден соқты, бірақ пенальти 100% болды. Каспийдің ойыны енді әлі өзінің ойын ұстаған жоқ деп ойлаймын, өйткені келіспейді. Прәл ағасы ғой. Бапкер. Жоқ, сіз Артурдың пенальтиден гол соққанын айтып отырсыз ғой. Иә. Аны ойындағысы ше? Бірге бір шығып кетіп, алыс бұрышқа тепкен кезде оған не Бағанаға дәлдік керек? тиді ме? Жоқ, бағанаға тиді ғой. Жоқ, біліп тұрмын ғой, бағанаға дейін. Мынау гол соғу керек қой деп жатырмын да. Ойыннан. Иә, гол еді ғой, екінші соғу керек еді ғой, 2-0 болу керек еді ғой. Енді білмеймін, барынша бәрін дұрыс істеді, бағанаға тиді. Енді ол шәл шеберлік жетіспей жатыр деп ойлаймын. Өйткені бұрында былай айтады ғой, ударымен қадап ұстайтын жерді алды, қазір техника ұрып жатыр ғой. Сол себепті Нанидің да жұмысы көзге көрініп тұр деп ойлаймын. Өйткені жаттығуларда әлбетте онымен тілдесіп ақыл сұрап жүр. Сол сияқты ол нәрсе дұрысталып келе жатыр. Өкінішке қарай Ақтөбе командасында көп нәрсені түсінбей жатырмын мен, сол Наниға қатысты айтатын болсақ та, стандарттарды айыпсоққылар Нани орындайды. Бірақ тепкен добы Португалияға ұшып жатыр, айдалаға. Бұл бір. Екіншіден, стандарт орындай алатын Ақтөбеде басқа да футболшылар бар. Бірақ Нани тәжірибелі деп оған сол мүмкіндік беріп жатыр. Ол жалпы өз карьерасында көп штрафнойдан гол ұрмаған ғой. Ұрмағанда ғой, осы Ақтөбеге келіп ашылады деп ойлады. Осы жерде мен Александр Мартинович Қайрат командасының капитаны, не үшін білмеймін, Наниге қатысты пікірін білдіріпті ғой, сұраған шығар. Көрдім, оқыдым. Сол келісем, негізі мен ойладым, Нани ол бастамасы болады деп. Ақтөбеге Нани келеді, одан кейін мықты футболшылар қосылады, бұл команда чемпиондыққа таласады деп. Бірақ бүгін өкінішке қарай Каспийге қарсы кездесуде де мен чемпиондық ойынды көрген жоқпын. Чемпиондыққа таласатын команданың ойыны болған жоқ, идеясын түсініп жатқан жоқпын Ақтөбенің. Одан бөлек трансферде жартылай қорғанысты күшейтіп жатыр. Тағы да футболшы келді Бразилиядан, білмеймін не үшін, қандай ол жерде трансфер саясаты жатқанын ұға алмайтын. Мартиновичтің екінші сұрағын тыңдамадың ба? Екінші сұрақ, мен ойымды дөп басты Мартинович. Мбаппе туралы айтқаны ма? Жоқ, Нани келді дейді. 100 миллионға айлық бергенше деген 100 миллионға айлық бергенше, 100 мың доллар ғой. 100 мың доллар. 100 мың доллар екен ғой. Миллионмен үйрен қаптым. 100 мың доллар айлық бергенше Наниге өз алаңында ойнайтындай сол стадионға неге газон төсей салмайды, сол трибунаны неге жөндей салмайды дейді. Зато Ақтөбеге может андай армия болельщигі бар командаға шынымен де болельщиктердің духы жетпей жатыр. 13 сектордың қолдауы жетпей жатыр. Сол себептен Ақтөбе жеңіліп жатыр қазір. Сол себептен Ақтөбе қазір чемпиондыққа таласып жатқан жоқ, алға үштікте жоқ. Енді өз алаңында мектепте ойнады, қазір енді ойнатпай тастады ол жерге. Өз стадионы дайын емес. Далада ойнап жүр, Астанада дайындалып жүр. Мен енді бұның барлығы бір Нани үшін емес шығар, бірақ менің ойымды Мартинович дөп басқан, мен басында ол жақтырмағам Нанидің келгенін, қаншама ақша. Мысалға Нанимен қатар келіп жатқандар адаптация дейін десеңіз, қазір жаңағы Қызылжардың игрогын қараңыз, 2 гол, 2 соққан пас берген. Сосын анау мысалы Қайраттың игрогын қараңыз, ол кісілер ноунеймдар вообще олар. Бірақ ашта оларда. Иә. Енді сен Нанида келдің, бірақ команданың ешқандай сүйреп жатқан жоқ. 90 минут ойнай алмайды. Үйренді дейтіндей не үйретіп жатыр ол? Кімге үйретіп жатыр? Біз әйтеуір айта саламыз, үйретіп жатыр, соған қарап, үйренеді, үйренеді, былай теп деп үйренеді, былай теп деп. 5 тур болды, сол Шушунач үйренсе, сол анау бірге бір шыққанмен теппей ма? Сол немене ол? Жоқ, үйретіп жатыр. Ашуланбаш. Үйретіп жатыр. Кубокта төрешіге санауды үйретті. Жоқ, просто мен андай ғой, Ақтөбе командасымен чемпион болады деп басында айттым да, бірақ қазір Пасторица дегенді андай жарнамасын жаздық, бірақ не істеп жатыр? Пибе. Иә, Пибе, Пасторица, Нани. Екеу бір адам. Бір адам ба? Аргентиналық қой. Пибе дейді да соны. Сондай мысалы трансферлер нәтиже беріп жатқан жоқ. Тренер ауыстырып жатыр.
Бұл жерде мен ойлаймын, жаңағы басшылық жекеге өткеннен кейін мүмкін дұрыс бір кеңесші болмады ма, бірақ Нани енді білмеймін мен, провал болды, керек емес еді. Ерте айту. Қателеспесем бір 10 турға дейін берді ғой мүмкіндік. Команданы жинаған, анау кім ғой? Арман деген кісі Қайраттың болельшігі болған. Енді 10 турға дейін жағдай түзелмесе, оны да ауыстырады. Бапкер ауыстырып үлгерді ғой, бісмілләзі міне. Келесі турда үйде өткізеді ғой. Ол соңына дейін маусымның болады дегенге мен күмәнмен қараймын енді. Жарнама ретінде бір пиар ретінде алып келді, міне Наниді алып келдік дегендей. Ертіске қарсы ойнайды. Нани ойнап бір керемет гол соғып, нәтижелі пас беріп, 90 минут жүріп, Ақтөбені сүйрейді деген идея болмады деп ойлаймын ол басшылығында да олардың. Жарнама. Сол арысқа бар. Ақтөбеге не жарнама керек? Қазақстанда топ клубқа не жарнама керек? Ақтөбеге не жарнама керек? Мен түсінбеймін. Енді әлемдік деңгейге шыққысы келіп жатқан шығар жарнама жағынан. Бәріне жарнама керек жалпы берсін. Жоқ, оны мен түсініп тұрмын, бірақ Қазақстанда Ақтөбеге жарнама керек емес. И так арена толтыратын болельшігімен бәрімен мақтанатын Ақтөбе. Қымбатқа түскен арзан жарнама болып тұр. Иә, сондай болып тұр. Енді көреміз 6-7 турда ертең сәттілік тілейміз, бірақ көріп жатырық қой енді Арысқа барып не істеп жатқанын, гол соққан жоқ. Арысқа қарсы ойында гол соққан жоқ. Иә? Мен енді поля деп бүйтіп сылтау іздегім келмейді. Гол соққан жоқ. Бір мүмкіндігі болды, алыстан қадап жібере жаздауға Арыстың қақпашысы шығарды. Наниді кетірмесеңдер біздің ерсін мынау қазір өзі барып шығарып салады. Жоқ, Ақтөбеде мысалға қандай мықты легионерлер оқыды. Ана кімді білесіз ғой? Оқыды дейсің ба? Ойнады. Александр Генрих. Жоқ, Генрих емес. Бразилец болды анау. Деко ма? Жоқ. Неко. Данило Неко. Қандай мықты ойыншы еді? Ең мықтысы Пиццелли ғой? Пиззелли. Ал жарайды Пиззелли, Данило Неко. Қандай мықты ойыншылар? Тимур Кападзе. Мықты легионерлер болған. Оны анау жақтан Нани сияқтыдан әкелген жоқ. Солар чемпиондыққа сүйреген. Чемпион болған. Бүкіл катена енді ерсін бір Наниге жоқ болған сияқты болып тұрмыз мына жерде. Мен Пасторицаны айтып өттім ғой. Иә, одан да бөлек мәселелер жетіп жатыр. Бүгін енді жеңіске жетті Ақтөбе, бірақ бұл жерде Зүлфиқаровтың өрескел қателігі ғой енді. Допты қақпадан қолмен сипап жіберді, содан кейін пенальти теуіп Ақтөбе жеңіске жетті, 3 ұпайын алып отыр. Иә, мен просто қалайтыным жақсы легионерлер қазір алып чемпиондыққа бәсекелестік танытып Ақтөбе ары қарай жалғасса деп ойлаймын. Мысалы Ақтөбені сынасақ, бізге неге айтпайсың ба? Мен оны болған ба кісі туралы айтып, уже алып тастайтын шығар уже Пірәл Алиевті. Неше матч болды, ұта алмай жүр ғой. Иә, Каспийдің бас бапкерін айтып жатсың ғой. Иә. Кубокта жеңді, сол Батыр командасын, одан басқа ойындардың барлығында жеңілді, тек Алтаймен ұпай бөлісті. Кубоктың өзі әділетсіз мысалы. Неге ол бірінші лигаға, екінші лига командаларына қарсы легионер шығарады? Ұят қой ол. Астана мен Қайрат достойно ойнап берді. Иә? Астана жас, Қайрат жас. Регламент рұқсат беріп тұрса ойнайды ғой. Регламент рұқсат беріп тұр ғой. Сол регламент негізінен бірінші лигада ойнайтын командалардың енді директорлары айтады да. Қандай спортивный интерес бұл жерде бізге дейді. Мысалға қарсыластың сапында 3 легионер шыға ма, 3 легионер шешіп кетеді мәселені толыққанды. Ешкім өте алмады ғой? Ешкім өте алмады. Сондықтан жаңағыдай істеу керек, дұрыс айтасың. Тек қана қазақстандық ойыншылармен бұрын сондай еді негізі. Ойнау керек та? Жоқ, бұрын сондай емес, 1-2 жыл ма сондай ғана болды. Оған дейін де ойнаған. Жоқ, болды сондай. Бұрын сондай болды. Жоқ, болды, бірақ стабильный болып, биыл ғана өзгерткен жоқ. Легионерлер ойнаған, сосын 2 жыл ма тек Қазақстан ойнайды деді. Сол кезде интрига болған кубокта. Енді қазір мына жерде мысалға кеше енді жаңағы бүкіл командадан алып қарасаң, Астана мен Қайраттан басқа командадан алып қарасаң, бәрі сол КПЛ-дің составымен ойнап шықты. Мені таңғалдырғаны Ақтөбе мысалы Арысқа қарсы ойында кәдімгі негізгі құрамын шығарды ғой. Тек қақпашыны сол негізі бір жеңіп алу маңызды болды ғой деймін. Иә, сол жаңа бапкер келді. Синхронность керек қой әлі. Бапкер келіп ауысып командаға рух сыйлау керек, жеңіс рухын сыйлау керек қой. Біз енді қатты сынға алып жатыр деп ойлаймын Ақтөбені, бірақ жоқ, осы қатты сынға алып жатқан біз негізі жақсы көргеннен ғой. Әлбетте. Себебі Ақтөбе деген клуб ұлы болу керек та, ол болды ол. Сен қандай бапкер келсін, қандай басшылық келсін, Ақтөбе бренд қалыптасып қойған. Және біз оның ылғи жарқын, ылғи шабуылдайтын, ылғи ашық ойын көрсеткенін қалаймыз. 1-0 есебімен ұтып жүріп, бірақ қорғаныста ғана ойнайтын Ақтөбе болса да, біз сынайтын едік мысалы. Сол жаңа маусым алдында дайындықты күшейтіп, біз өз алаңымызда енді түсініп жатыр ғой деймін. Ақтөбе өз алаңында. Ақтөбенің бапкері бар ғой келген. Таркович. Мықты ғой, жалпы жаман емес. Негізі жақсы нәтиже береді деп ойлаймын мен. Бір мені уайымдататыны, осының алдында бапкер болмай, сол Словакия футбол федерациясында функционер болып жүрді ғой. Оның алдында Қырғызстан ұлттық құрамасының бас бапкері болды. Өткенде Ақтөбенің ойына 25 минут тоқталыппыз ғой, естеріңде ма? Болды ма? Келесі матч өтеді. Қызылжар жеңіс арасындағы матч, біздің достарымыз Қызылжар командасы 4-0 есебімен жеңіске жетті. Жаңа Пірәлі Алиевтің командасын айттық, енді
Алиевтің командасына айтатын болсақ, жеңіс 0-4 есебімен қонақта жеңілгені мені қатты таңғалдырды. Жеңіс ылғи сондай андай аз доп айырмасымен жеңіліп немесе тең ойнайтын команда еді. Әлихан Әлиұлы бұрынғы командасына қарсы кездесуде кәдімгідей дәрменсіздік көрсетті. 4-0. Таңғалдым мен. Елеке, сіз таңғалдыңыз ба? Иә, бұл енді сенсация десем де қателеспеймін, өйткені 4-0 ұтылады деп ойлаған жоқпын. Шыны керек, өйткені өздеріңіз білесіздер, жеңіс өткен алдың күні. Өткен турда тең-де-тең болып қалды ғой. Сол сияқты мына ойынға енді бұл кісілер барын салып, осы ойыннан ұпай аламыз деген ақпарат болды. Бірақ 4-0 ұтылып қалғаннан кейін, білмеймін, мен ойымша бас бапкердің жұмысы ойға аспады деп. Хромтаумен ойынын көрдім ғой. Зорға жеңді. Бірінші голды кіргізе алмай қойды. Сырт алаңда. Енді мына жерде жаңағы Берталит деген Фарердің жігіті 2 нәтижелі пас берді, 2 гол соқты. Қызылжар командасына мен таңғалатын себебім мен бас бапкері топ Мирис Чурчич. Сосын мен ана Соколенко мен Мульдинов деген жігітке таңғаламын. Соколенко осы ойын ойнады ма, енді 4 тур жоқ бұл жігіт. Сосын 4 турдан қайтып шығады. Өзі сөйтеді. 2025-те мысалы қайда жүрген мен білмеймін бұл жігіттің. 2-ші лигада болды ма, 1-де болды ма, жоқ қайда болған. 24, сосын 26-да, бірақ Соколенконың бүгінгі ойынын қараңыз. Ол өзі Қайраттың академиясының баласы, Жоқ, академиясын өткен жоқ. Бұны жастардың кезінде алды. Мен ойнап жүрген кезде Соколенконы осы Востоктан алды деймін. Сосын Мульдинов, ол да сондай тұрақты бір рет еріске барып кетті. Қызылжардан алды. Қызылжардан кезде, Қызылжардан туған жерінен. Қайтып келді. Мульдинов та мысалы тұрақты ойын Қызылжарда, бірақ ол да андай стабиль емес. Бір ойнайды, бір ойын ойнамайды сондай. Мен бұяқта ойымша ол ротация игроктар ғой. Жоқ, жақсы да, бірақ таңдай ғой. Бір тур бар, екінші тур жоқ. Жоқ, бұяқта ротация игроктары бар. Негізі құрам деген бар, және ротация игроктары бар. Жаңа қазір Астана келген кезде де айтуға болады, өйткені ротация жасайтын адам жоқ дейді Константин. Сол сияқты бізге енді 11 адамнан бөлек тағы да 4-5 адам керек, оларды ауыстырып отырады, малдар шаршап қалмасын деп. Түсініп отырсыз ба? Бұл мынау жекеге өткен клубтардың бірі ғой, Қызылжар. Бұл жерде өте мықты менеджер жұмыс істейді, Алишер Абсалямов. Оны да айту керекпіз. Команданы жинаған кезде бапкері негізі топ ойнайды, Чурчич деген КПЛ деңгейінде топ бапкері, өзін дәлелдеп тастаған, чемпион да болған білесіздер. Сондықтан да сол жекеге өткен клубтар ішінде осы Абсалямов керемет жұмыс істеп жатыр. И жекеге өткен кезде естеріңізде ме, бірден Абсалямовты алып алды ғой. Иә, білемін. Жұмыссыз бос қалған кезінде бірден өзіне алып кетіп отырды. Сол негізі главный трансфер болып кетті. Абсалямов негізі Тобылда да біраз селекция жасап кеткен, оның алдында. Иә, былтырғы маусым. Оның алдында Атырауды білесіздер қалай. Атырауда. Кардифте істеген ғой. Енді шеберлігі бар адам, өзінің маман жұмысы. Мысалы, Аслан Әділдің голы бар ғой. Сонда ана пас деген ол не деген пас, мысалы, Риат Марез ғой ана жерде, мысалы, пас. Негізі көп жерде бұяқта шабуылшылар ойынды өзіне алып, сол жағымен сол аяғына ыңғайлап ұрады ғой. Бірақ мынандай пасты мен ойымша ешкім күтпеді. КПЛ-дан көрмейсің ғой мынандай пастарды негізі. Берталиттің пасын айтамын, Аслан Әділ. Иә, сен мақтадың ғой оны. Осы бірінші турда. Фарер аралдары ұлттық құрамада ойнайды. Осындай футболшылар бізге керек, ұлттық құрамада. Келу керек тағы да. Бізге анау Молдова, Черногория керек емес. Мақтаған жоқ бұл, қателеспесем. Мақтадым. КПЛ-дің деңгейі төмен, налар келіп ойнайтындай болды деген. Жоқ, осындай аш игроктар керек дедім да. Мысалы, шынымен де ғой, жарнама керек емес, наған бар ғой. Не керек емес, ешқандай отель қымбат отель керек емес. Сосын да Қызылжар тып-тыныш жұмыс істеп жатқан команда жекеге өткендердің ішінде, миллион береміз деп жатқан ешкім жоқ бұларға, мысалға, одан жаңа машина өтіп жатқан ешкім жоқ. Миллион беріп жатқандар ол ақтап жатыр ғой. Жоқ, мен ақтап жатқан жоқ деп жатырмын. Өйтіп айтып жатқан жоқпын. Тыныш жұмыс істеп жатыр деймін да. Беретінін беріп жатыр, бермейтінін бермей жатыр. Қызылжардың анау біздің достарымыз барды ғой, демеуші болып. Содан кейін Инстаграмын бүйтіп зерттейтін болдым да, қарайтын болдым. СММ кім екенін білмеймін, бірақ өте жоғары деңгейде жұмыс істейді екен. Парақшасына тіркеліп қойыңыздар Қызылжар. Енді түстері де сәйкес болып қалды емес пе? Керемет. Енді Қызылжар мен Қызылдар дейсіз ғой. Қызылжар керемет бастады енді, бұл енді ары қарай самопал болып кетпесе. Соколенкоға байланысты негізі көп ойыншы. Соколенко мен ойын абсолют болу керек қой енді. Ойын абсолют болу керек. Абсолют деңгейге жету үшін. Сіздер қандай тілде сөйлеп жатсыздар? Біз өз тілімізде. Бұл енді жоқ, әлі 5-ші турға асықпайық, жақсы келе жатыр. Неше асықпайық дегенде жеңіске келгенде асығатын уақыт келді ме? Жеңіс бар екен ғой. Вот жеңісте мәселе көп. Али Алиевті жағы
ұлттық құрамаға барған кезде жас маман ұлттық құраманы дайындай алмайды, ұлттық құрамаға толысқан бір бапкер керек, бұндай адамдар осындай клубтарда жұмыс істеу керек деп айтып едік. Жаман сәтсіз басталды негізі. Ол кісіге оңай болып жатқан жоқ ау қазір. Енді Чурчич жеңісті білмеймін, тактика жағынан да барлық жағынан ұтып кетті. Мастер-класс көрсетті ма? Менің ойымша енді Алиев кеткеннен кейін Чурчич келді емес пе, Сомырза келді емес пе ойын орнына. Және меніңше ол кімге де, Алиевке де бұл принципиалды ойын болды да, өйткені соттасты ғой Қызылжармен қанша дегенмен. Айлығына байланысты. Иә, соттасты. Иә, енді оңай емес қой, енді соттасып барып ойнап отырып 4-0 жеңіліп қалып жатыр қазір. Ауыр. Чурчич қолын алуға барды ма екен, бармады ма екен ойыннан кейін? Қол алмайтын әдеті бар еді ғой деймін да. Соны айтып жатсам ғой. Қатқан нәрсені жеп кетеді екен. Келесі матчқа кезек берсек, сенбі күні Жетісу мен Елімай арасындағы матч Алматыда Хан Тәңірі стадионында өтті. Міне Елімай жеңіске жетіп, стадионның сапасына сынайды дегерсің. Айтты ма? Жараса ма? Жеңсе де айтты ма? Өте нашар деді. Мықты. Дұрыс. Осылай айту керек. Мұртазаевтың өзі айтты ғой. Мұртазаевтың өзі талай стадиондарды көрген Роман Мұртазаев. Нағыз джокер. Елеке, Қазақстан ұлттық құрамасының бапкерлер штабы Роман Мұртазаевқа көз қырын тастап отыр ма? Білдім, ол сұрақ болатын. Тастаған кезде қараңыздар. 90 минут ойнаса, әлбетте негізі. Бізге енді мынаяқта Роман қанша болды? Ойнап жүргенде 5-ші тур ма? 5-ші тур әлі 90 минут уақыт ойнаған. 90 минут ойнамайды ол Сол себепті, сол себепті енді ұлттық құрамаға менің ойымша 90 минут ойнап жүрген ойыншылар керек деп ойлаймын. Джокер. Бірақ енді ол да керек болады әлбетте джокер. Енді бос беттен қайтпаса әр турда гол соға берсе міндетті түрде шақыртылады деп ойлаймын. Өйткені адам өз-өзіне қас емес шығар. Дұрыс па? Иә. Джокер керек қой әлбетте. Бауыржан Тұрысбек сияқты бұрында джокер бар еді. Бұл ойында пенальти шешіп кетті ғой, иә? Өз жасап алды, өз тепті. Романың өзін істеген еңбегі бұл ойында көрдім, ерінбей. Роман Мұртазаевқа келетін болсақ, енді бұл моментті бұл өзі жасады. Былай қарасаңыздар, Романның оң сол аяғы да керемет. Өйткені оған штрафной зонада бұнда мүмкіндік берсе, бұл екі аяғымен де қадап кететін ойыншы. Қызыл қағаз берілетін эпизод қой негізі. Біздегі төрешілерді біз түсінген күні футбол жабылатын шығар деп ойлаймын. Рауан Орынбасар соның қолына тиді және гол соғудың 100%. Бернардо Силва да қызыл алды ғой кеше Реал Сити ойында ше. Ол жерде былай ойнады. Енді ұқсас қой енді дегенім ғой. Кіріп баратқан допты қолмен шығарып жіберді. Және Елімай футбол клубы 5 турда 1 турда ғана пенальти теппеді ғой деймін. Бірақ пенальтилар әділ болып жатыр. Әділ. Намек жоқ, бірақ ескеретін жайт деп айтсақ болады. Несін ескересің әділ болса? Пенальти. Мен бұл ойында пенальти болатынына сендім, білмеймін. Бірақ бұл жақта Мұртазаевтың өзінің жеке шеберлігі пенальтиге әкеліп отыр. Өйткені Рома бұның алдында ойында да дәлелеп келе жатыр ғой джокер ретінде. Бірақ мынау жерде енді жеке шеберлігін айту керекпіз. Өйткені анау замаққа алған ойыншыны кәдімгідей сендіріп кетті ғой енді ар жаққа. Енді Орынбасардың менің ойымша аттестат деп ойлайсыз ба ол жеке аяқта? Жоқ, енді бұлай жасырып қалды ғой, әдейі емес менің ойымша. Ол доптың қайда ашып баратқанда көрген жоқ ғой негізі ше. Блок қойды ғой негізі. Бұл жақта Рамазан Оразовда барып судьяға айтып жатқан бір несі бар. Байқасаңыз сол моментте пенальти бергеннен кейін төрешіге барып неге сіз сары қағаз бердіңіз деген бір. Sonra осы айтқан. Өткенде Бернардо Силваға қызыл берді, оны ап бермейсің. Сөйтіп семейліктер қонақта 1-0 есебімен жеңіске жетті және көш басына шыққан еді, бірақ кейін Қайрат командасы Тобылға қарсы ойын өткізді. 1-1 есебімен ойын аяқталып, Қайрат бірінші орында осы турда аяқтап отыр. Өте қызық ойын болды. Әсіресе бірінші тайм қызыққа толы. Ерсіннің турдағы басты қызық ойыны деп айтқаны бекер емес. 5-ші минутта есеп ашылған Марычкин гол соқты, бірақ гол есепке алынбады. Ндияеге доп тиіп, Марычкинге жеткен кезде Папе Алиуин Ндияе ойыннан тыс қалды деп есептеді төреші. Одан кейін Милованович бәрібір 13-ші минутта гол соқты. Маусымдағы оның екінші голы. Осының алдында Милованович Тобылға ауыспай тұрып, Шайыш командасында ойнаған ғой. 18 матчта Португалия чемпионатында 0 гол соққан. Қазір міне Тобылда екінші голын соғып жатыр. Және Тобыл ұзақ қуана алған жоқ, себебі 19-ші минутта Дастан Сәтбаев Жоржиньоның пасынан кейін есепті 1-1 қылды. Бұл ойында, мен көрдім бұл ойында.
орталық ойын болды ғой, тобыл, қайрат деген көресің ғой. Мынау енді жағы неде ойнап жатыр ма, жабық кешенді манежканың ішінде, бұның енді өкпе қысыла ма? Иә, патология. Көргеннен қысылып кетесің, Мен өзі ойладым, осы жерде ойнаса, онда қайрат қиын болады жеңу деп. Мынау енді қыста ойнауға ыңғайлы, бірақ енді қазір апрель болды ғой деп отқаным ғой, сәуір болды. Сәуір болды, тәуір болды. Неге ана орталық стадионға өтпейді? Ауа жағынан кішігірім қысым бар, ол алаңда ойнағанмын. Және де бұл алаңның естуім бойынша сапасы да сәл төмендеп қалды, өйткені біраз жылдар өтті деймін. Негізі суперкубоктағы ойын болған, тура сол осындай нәтиже болды, тең. Иә, сол себепті Дастанның енді бұяқта шынымен де жеке шеберлігін тағы да айтып кетуіміз керек. Оны мақтамаймыз дедік, бірақ айтып кетуіміз керек. Соны мысалыға Дастанға байланысты пікір айтты ғой Астананың бапкері. Иә, оқыған шығарсыз, иә? Оқыдық. Мысалға ұлттық құрамаға ойнамайды, бірақ қайратта 90 минут ойнайды. Не дер едіңіз, сіз ұлттық құрамада жұмыс істейсіз ғой? Жоқ, мен шыны керек. Қайрат маңыздырақ болып тұр ма ұлттық құрамадан? Жоқ, маңыздырақ емес. Бұяқта екі жақ, бір жақ енді жоқ қой. Бұяқта ортақ шешім болып тұр. Челсидан ұсыныс келген. Сіздер, езгер, Дастанды барлық ойындарға сала берсеңіздер, түбі өзінің қашан барады сборға? Сол уақытқа дейін бұл бала шаршаңқырап қалады. Ертең күні сұрақ бізден болмасын, неге бұл бала мынандай жарақат алып келмесе, мынандай бір нәрсе болып тұр деп. Менің ойымша бұл жерде ұлттық құраманың енді медштабы мен біздің Қайраттың медштабы және де Челсидің медштабы бәрі ақылдасып бір ортақ шешімге келіп отыр деп ойлаймын. Өйткені біз Дастанның жасына қарауымыз керек біріншіден. Нагрузка бар. Дастанға тиіспей ақ қойшы, аман есен Челсиге барсыншы. Футболды бұрыннан көретін адам біз ғой енді. Астана еді ғой негізі ұлттық құрама футболшылар жібермейтінші. Ылғи Таңат ағам кешірсін, бірақ мысалы Астанада ойнап жүреді, жарақат ұлттық құрамада болып қалады, сондай кездер көп болды ғой мысалы. Жоқ, енді мына жерде енді Бабаян сынды бапкер айтқаннан кейін біз енді реакция беру керек шығармыз деп ойлаймын. Жоқ, Бабаян Григорий Константинұлы жақсы жауап берді деп әйтеуір ырза болып жатыр ғой көрермен. Жақсы ақылды жауап берді деп. Дастан журналистер де сол Дастанға байланысты сұрақты ондай қоймай-ақ қою керек деп ойлаймын мен. Неге? Аман есен барсын Челси, ол ұлттық құрамада өзінің бір шешімі деп есептемеймін мен. Мен ойнамаймын ұлттық құрамада деп Дастан айтпайды негізі. Жоқ, ешқашан айтпайды. Бірақ Дастанды өйтіп бөлектетудің де керегі жоқ. Жоқ, мен бөлектетіп жатқан жоқпын. Жарақатынан адам болса, енді бір себеп болып тұр ғой. Себепсізден сап-сау адамды ойнамайды деп айта салмайды ғой, жаңағы елеке айтпақшы. Жоқ, Дастанды айтқан кезде Дастанды жаман көрсету емес қой. Дастанға байланысты шешімді басқа адамдар қабылдайды. Иә, көрермендердің көбісі Қайрат Боранбаев мысалы жібергісі келмейтін шығар ұлттық құрамаға. Кез келген клубтың басшысы ұлттық құрамаға ойыншыларын жібергісі келмейді ғой, бұл түсінікті ғой енді. Бірақ енді травма алып қалу қатері көп. Сол сияқты көбісі жібергісі келмейді. Енді кезінде енді бізде де сондай бір ахуалдар болған кездер болды. Ұлттық құрама дегенде футболшының өзінің бірінші кезекте желаниясы болу керек. Иә, мен Дастанмен мысалыға Қасаболат барды ғой Хорватиядағы ойынға ше. Сол кезде Чемпиондар лигасында ойнап жатқан кезі ғой, енді арасы аз. Сосын мен сұрақ қойдым ба, керек болса саған деп ше. Сен анау Чемпиондар лигасына дайындалсайшы, мынау жолдастық матч қой деген. Ол маған ренжігендей болып жауап берді. Ұлттық құрама ғой бұл дейді да, мен қалаймын мен қазір. Мен жаяу болса жаяу келемін ұлттық құрама деген кезде. Рас. Бұл мен үшін мәртебе деп келтірді да. Сол рухты Дастанға жеткізіп қойды. Кеше анау кіммен де сөйлестім, тура осылай жауап берді. Мринскиймен де сөйлестім. Мринский, сен шаршаған жоқсың ба, демалмадың ғой? Дастанның жеке өзінің пікірі, қазір түнде оятып ойна десең, ойнайын деп тұр. Ол жеке. Александр. Мринский деген. Жоқ, Александр деді. Мынау да бір әлі болып отырады. Бүгін негізі күшті болып отырсыздар. Негізі мына матчта елеке Қайрат жеңу керек еді. Жоржиньоның мүмкіндігін мен айтамаймын. Бірақ Жоржиньоға ешкім ренжімейді да. Үйреніп қалған ғой бұған. Жоқ, ондай мүмкіндік Асхаттағы бергенде де болды. Асхат жақсы тепті, алыстан тепті ғой. Темірлан Нарбеков қайта достық жеңді болды. Сондықтан тең нәтиже әдемі болған сияқты. Әділ нәтиже. Оған қоса тобылға керек болды деп ойлаймын осы серпіліс керек. Кубокта Ансат командасын 8-0 есебімен жеңді және чемпионатта Қайратпен тең ойнады. Ары қарай Нұрбол Жұмасқалиевтің жұмысы дұрысырақ өрбейтін сияқты. Бір мені таңғалдырған сары қағаз көп ойын болды ғой кәдімгі. Барлығы дерлік алып шықты. Ал Қайрат сапында сол финляндиялық футболшылар Оксанин мен Юккола деген өте
жақсы ойнап жүр, чемпионатқа бірден сіңісіп кетті және ойын барысында есеп 1-1 болған кезде Қайрат тобылдың ойын жүйесін отзеркалить етті ғой, айна қатесі қайталап, сонда үш орталық қорғаушымен ойнатты Қайрат 3-4-3 жүйесінде. Соны байқаған маған қызық болыпты. Молодец. Онда біз келесі матчқа өтсек, келесі матчымыз Атырау мен Қайсар арасында өтті. Сіз бапкерлік көзқараспен көрмей қалыпсыз оны. Атырау Қайсарды 2-0 есебімен жеңді. Хвалько мен Қалмұратов 2 гол соқты. Атыраудың ойыны жақсы жүріп тұр. Бапкерді мақтауымыз керек. Біз әрине шетелде де жақсы жұмыс істеген. Бапкер Чебурин жақсы қызмет атқарып жатыр. Ал Ферапонтовқа Қайсардың жанкүйерлерінің сұрағы жиналып бара жатыр. Ойыншыларға өте көп. Осы жанкүйерлер мен футболшылар арасындағы бірінші қақтығыс деп айтсақ болады шығар. Осы ойыннан кейін болды ғой енді. Жанкүйерлердің де несі талабы орынды да, 3 автобус болып Қызылордадан Түркістанға келген, өзінің көліктерімен келгендері бар, келеді. Командасы жеңіліп қалады. Гол соқпаған, 1 гол соққан осы маусымда 5 турда. Соны енді күйінгеннен ашынғаннан айтып жатыр ғой. Гол қайда, ай болды, әбекенге айтып жатыр ғой. Енді мына жерде Қайсардың жанкүйерлері жіберген екен, бірінші таймда анау пенальти бермей қойды бізге деп, кімнің Юденковтың қолына тиген эпизодты көрдіңіз бе? Бірақ енді пенальтиға келіңкіремейді ғой. Рикошетпен келіп тиді ма, бір сондай болды. Сразу келген жоқ та, егерде. Мына жерде жетті тәжібай ма? Соған айтып жатыр да, ай болма, тепсе қақпаға деп, не үшін бас беріп отырсың деп. Ұрсай, көз жұмып қойып, кіреді ғой. Қайсар негізі өте жақсы бір проект басталып жатыр деп айтып едік. Бапкерін бірінші алды ғой, олар өткен жыл алып қойды ғой. Қараша айында ше. Өте көп уақыт болды ол бапкерді осы чемпионатқа дайындалатын. Бірақ 5 турдан кейін Мозес не болды? Қатты ойнайды деп мен зенгем бұл жігітке, мысалы мен осыған зенгем, сүйрейді деп. Бірақ ше, андай ғой, көрпеңе қарап көсілдейді ғой бізде. Сенің стадионың болмаса, сенің дұрыс бір алаңдарың сапа болмаса, сенің қатарлас командаң дұрыс болмаса, ол болмайды екен ол. Қайсарда бар ғой енді. Стадион бар. Жоқ, енді тағы да бұған бүкіл матчты өз үйінде ойнамайды. Жоқ, мына Түркістандағы стадион, Қазақстандағы үздік полиялардың бірі. Сөзіңізді іліп кетейін ары қарай. Бізде үздік. Ереке. Оларға ше. Қараңыз, Мозес, Нани деген сияқты ойыншылар келіп жатыр. Бізден одан да бөлек жақсы бір легионерлер келген кезде ашылу екіталай. Өйткені біздің Қазақстанның біріншілігі анша-мұнша адам ойнай бермейді. Бізде физика тұрғы бар. Әр жерде. Бізде Қазақстан чемпионатында ойнау үшін Юденков сияқты болу керексің ғой. Дайын болу керексің ғой, алаңдардың сапасына. Темір болу керексің ғой. Алаңдардың сапасы бар. Екіншіден ойыншылардың сапасы енді бәрінде мастерство жете бермейтін ойыншылар ғой. Мына жақта Мозеста гол соқып кететін моменті да болды. Мысалы, Қайрат есіме сөзі, Аршавин мен Тимошук келді, чемпион болмады оларда енді. Мына жақта да енді келіп жатыр, бірақ сүйрейді деп. Просто айтқым келгені, бізде бір 5-6 стадион бар. 5-6 стадион КПЛ-да сол жер, бірінші лига сол жер, екінші лига сол жер, әйелдер лига, бәрі осы жерде ол несі қалады. Одан структурадағы адамдар ойнайды ол жерде. Таптай береді, болды ғой. Одан бөлек басқа қаланың клубы келеді. Иә, ол басқа келеді. Сөйтіп өзі кете береді деген ғой өмірі. Неғып отырық не еді. Енді мен сізге айтайын, бізді бар ғой, біраз көрермендер көреді. Солардың арасында шынымен құлақ тұтып жүрген сондай адамдар бар. Шыны керек. Жоқ, қазір енді мәселе туады ғой. Бұл енді қазір стадионды қазылайтын болсаң, ол бөлек подкаст болады. Ешкімді шақырмайықшы. Стадион ол неге ғой ол? Акиматқа қарайтын стадион, оларға бәрібір арендасын төлесең, ойнай бересің дегендей ғой. Салынып жатыр ғой қазір. Пока сол салынып біткенше шақырмайықшы деймін да, ешқандай легионер ақша құртпайықшы деймін да. Соны салып жетесіне жеткізіп алайық, содан кейін барып жаңа Нанingді әкелесің ба, Мозесін өзің білді. Бізде дым жоқ. Жоқ, сапалы легионер алып келу керек бәрібір. Ойнай алмайды оны. Сен судьяларың андай шертіп атқан көреді, желание қалмайды ойнауға. Еврокубоктарда ойнайтын командалар керек қой бізге легионерлер, дұрыс па? Сол сияқты легионер деген Қазақстанда өзі, ол сөздің мағынасын былай дәріптеуге болады, былай енді трактовка жасауға болады. Ол қазақстандық ойыншылардан бір бас жоғары болу керек. Сол кезде оны алып келуге болады. Иә. Керісінше емес. Бізде көбісі 80% керісінше бізде. Керісінше. Мен сосын түсіндім. Астана, Қайрат дегендерді мен енді түсіндім. Еврокубокқа жақындаған кезде алады ғой игроктарды, көрдіңіз бе? Сол ғой.
Мен ойлайтын сонда неғып бірінші турдан алмайды, сыгранность болады, болмайды екен ол сыгранность. Сындырып алмайық дей ма? Сындырып алмайық, мындай былықты көрсетпейік, абыроймен сол Европада жүре берсін. Шошытып алмайық. Иә, мысалы жоқ кешегі, мысалы жаңағы барды Ордабасының ойынына да келеміз қазір. Жаңағы Атыраудың ойыны бар. Ананы көріп тұрған әділ футбол ойнаймыз. Легионердің енді Томасов сынды легионерлер енді керек қой, ол қазақ футболын бір мен ол керек емес деп айтқан жоқпын. айтқан болар. Ондай легионерлер саусақпен санайсың. Мен саусағым жетеді ондай легионерді дәл қазір санап шығуға. Санашы. 11 бар жетеді. Бесеу-ақ бар менде. 5-ақ легионер бар. Қазір алып санасаң ше, достойно ойнап жүрген, 3 маусым ойнап жүрсе, ол нормально деген сөз. Бір маусымнан кейін ол Өзбекстанда жүреді, Белоруссияда жүреді, немесе жаңағыдай Қырғызстанға кетіп қалады. Өзбекстанда жүреді, Индияда жүреді, екінші дивизионда. Кейін қайтып келеді ғой. Иә? Анау бізде ойнаған легионер. Аргентиналық мысалы, анау кім бар ғой, жаңа Каспийде жүрген. Струмия. Кетіп қалды ғой бізден. Қайтып келді. Мысалы бар ғой, білмеймін, Тоқтар Жаңылышбайды рекордын жаңартады ғой біреу. Енді жігіттер, турдың басты матчы, әрине біз Тобыл Қайрат ойыны қызық дедік, бірақ содан бастамадың ба? 5-ші турдағы басты ойын, кішкене көрермен осы уақытқа дейін көріп, сосын Астана Ордабасын тамашаласын деген. YouTube-ға жатып қалған біледі ғой. Болмаса тайм-кодтар бар ғой енді. Астана мен Ордабасы арасындағы ойын 1-1 есебімен аяқталды. Матч біткеннен кейін бірден бізге хабарламалар көп келді. Фон тимде осыны қозғайтын мәселелер көп келді. Үнсіз жатсын деп маған жазып жатыр. Мен әділет жоқ, өткен подкастта сендер Ордабасыға қарсы сияқты болып қалдыңдар да, мен Ордабасын қорғаған сияқты болып қалдым. Негізі ондай емес қой. Содан енді қазір мына жерде енді Ордабасыға да қазір әділетсіздік болып жатыр ғой. Үнсізсіңдер деген нәрсені айтып жатыр ғой. Түсініп тұрмын, иә. Жоқ, мен бұл жерде ойынды көрдім. Төреші кім болды? Данияр Сахи болды, иә. Пенальтиге келетін болсақ, повтор болмады. Мен өткенде Ақылбек ағаны осы жерде мақтадым, өйткені обратный связь бар, өте жақсы жұмыс істеп жатыр дедім. Мысалы, мен қай матчты көрдім, кеше бар ғой. Повтор бұл бірнеше рет қайталанып жатыр ғой, повтордың болмауы. Повтор жоқ. Иә, повтор жоқ. Сол мысалы мынандай орталық матчта, оның үстіне спорный моментте повтор жоқ. Судьяларда да повтор жоқ. Астана аренада ма? Енді бұл жерде Ақылбек ағамыздың айтып жатқаны, Хоккай жүйесін қосқаннан кейін мынау сол повторға әсер етіп жатыр дейді, повтор көрсете алмай жатырмыз дейді. Оның не керек бар онда? Оны ары қарай енді мен детальдарын білмеймін, бірақ себебі осындай болып тұр, осы мәселені зерттеп. Мен бір қарағанда мынау маған 50-50 болды, мен шынымды айтайын, 50-50. Не пенальти ма, пенальти емес, мен түсінбей қалдым. Жесткий удар болған жоқ. Біз ойында көріп отырдық. Иә, біз ойында отырдық. Бұл ойында эпизодта бір эпизодпен ғана көрдік, бізге дым көрінбеді. Маған да көрінбеді. Негізі ойынның басында басты төреші барып, төрешілерге, бапкерлерге айтқан ғой деймін, варда повтор жоқ деп. Жоқ, варда бар ғой вот именно. Варда жоқ деп айтқан. Сосын одан кейін, мынау эпизод болған кезде варда повтор болып шыққан, бар болған. Бұл барды көрді да, негізі баста пенальти берді ғой. Басында пенальти берді, варды қарады, сонда бір эпизодты көрген болып тұр ғой. Жігіттер, мынандай нәрсе, варда да дұрыс повтор болмаған. Бұл жерде енді пенальтиді былай айтуға болады ғой, ол баспен соққы жасап тұр. Ол әлсіз соққы ма, жойқын соққы ма маңызды емес. Соққыдан кейін адам қолына тиіп тұр, қақпашыға жетпей, қақпаға жетпей деп. Енді меніңше, мен көріп жүрген футболда негізі пенальти бұл. Мен просто повтор көрмедім. Енді бір қызығын айтайыншы мен. Повтор көрген шығарсың одан кейін. Жоқ, одан кейін қанша бірақ ракурста көрсең, түсініксіз ана жерде не болып жатқаны. Жарайды, пенальти бұл жерде болды да, мысалы. Пенальти болды. Мен жаңа түсірілімге байланысты айтып жатырмын да. Повтор ол по технической части да. Енді осы моменттен кейін мен біраз төрешілермен сөйлестім. Жаңағы өткендегі Атырау мен Ордабасының ойыннан кейін. Сонда айтатыны сапалы бейне қайталау жоқ. Операторлар дұрыс түсірмейді, дұрыс ракурс жоқ. Сол себептен көзіміз жетпейді деген сияқты мен олардың тарапынан айтып жатырмын да. Маған сөйтіп түсіндіріп жатыр. Дұрыс, бұл кәсіпқой деңгейде футбол түсіретін бізге картина ұсынбайды. Европаға шығып жүрік дейді да, Европаға шығып жүрік. Европада мүлдем басқа, европалық төрешілерге білмеймін, жеңіл шығар. Мына жақта біреу енді жасыратыны жоқ қой, өз камерасымен келеді, оның сапасы бар, ол профессионал түрде осыған дейін бәленбай жыл футбол түсіріп көрмеген адам, мынандай картинаны дұрыс бере алмай қалса, крайний оператор іздеп отпайсың, немесе режиссер іздеп отпайсың ғой. Бұл жерде төреші кінәлі. Енді мына жерде маған дұрыс көрінбеді. Сол себептен мен нақты мына жерде пенальти бар, жоқ деп мен инстаграмға да дым жазамадым.
сол себептен мен үнсіз отырмын. мен сол эпизодты суретке де түсіріп алған ғой. Иә. Әдемі Алдынан көрінген да ол жерде меніңше даусыз пенальти еді ғой. Неге пенальти? Варды көріп барып тұр пенальтиді отмена жасаған мен түсінбедім. Өзі Данияр Сахи деген төреші, ылғи да дауға қалатын төреші ғой басы. Өткенде мен айтып жатырмын да, анау кім Искаков ол жертва болып кетті дедім да. Жоқ, ол жертва болса болды, анау бала шаға деген әңгіме жазып жатыр ғой, кім бағады дегенде. Жоқ, мысалға енді қара, ол кісіні шеттетті, неопределенный сұраққа, қай қанша уақытқа келгенін білмейді ешкім. Енді олай кете берсек, мысалға на төрешін де шеттетуге тура келеді. Өйткені мынандай судействодан кейін оның енді кішкене енді реакция беріп жазалау керек қой енді. Бұның бәрін шеттете берсе, төреші қалмайды ертең. Енді көрдіңіз ба? Ақыры төреші деген сонда былай логикаға салсақ, қазір Искаков жертва болып тұр да. Өйткені ол шірітіп алды матчты, ол енді жазасын алды, бірақ енді ол жерде егер вардағы қайталаулар бар ғой, солардың барлығын тексеріп қарайды ғой енді. Жоқ, мен қазір пенальти емес, пенальти мен қызыл қағаз эпизодын қосып есептегенде айтып жатырмын. Егер сол вардағы қайталаудың барлығын анықтап төреші қателескені белгілі болса, оған қоса қызыл қағаз болса, шеттету керек. Міндетті түрде шеттету керек. 3 төреші шеттетіледі, өткенде де айттым, 4 төреші шеттетіледі. Одан кейін мына бітет бізге бір жүйелі түрде осы іспен айналысу керек. Халықта төрешіге сенім қалмаған. Содан кейін шетелден әкелу керек. Мысалы, жақтан әкпесе де оны кейін шешеміз. Қазір халықта, көрерменде төрешіге деген сенім жоқ. Мысалы, әрбір эпизодта күдік пайда болады. Өткенде біздің де күдік сода болды. Неге біз бүкіл клубтар қателесіп жатқанда, бүкіл клубтарға қарсы болып жатқан кезде біз төреші сатылған деген әңгіме айтамыз. Ордабасыға келген кезде адами фактор дегенді айтамыз деп. Адами фактор шығар дедім ғой. Біздің басты претензиямыз сол болды да, біз ол жерде Ордабасы сатып алды, Ордабасы кінәлі деген әңгіме емес, бірақ біз бәрін кінәлі деп көретін болсақ, Ордабасыға келгенде де тең қарайық, Астанаға келгенде де тең қарайық. Бүгін мысалы Астанаға қарсы кездесуде мен үшін 2 күмәнді эпизод бар. Бірі осы пенальти. Бірақ ол жерде Ерсін айтқанмен келісіп тұр, мен ракурста жетпей тұр. Дегенмен варда бар ғой, архивте қалады ғой. Соны шығарып халыққа көрсету керек деп ойлаймын. Себебі бізде күмән әр турда, әр орталық матчта бар. Енді кешір, енді қызыл қағазға келсең. Қызыл қағаз деген мен үшін 100%. Маған ол жерде қайталау да керек жоқ. Аяғын шопса бөліпсе жаздады. Маған сол жерде, сол эпизодта Ерсін қайталау да керек жоқ. Ол 100% қызыл қағаз. Мен төрешінің мысалы шешіммен ол жерде мүлдем келісемін. Анау Mortal Kombat'та алдыға 2 рет басасың да дыны бассаң Люкенг секіріп тебеді ғой, білесіңдер ме? Тура солай болды ғой. Өте қауіпті ойын болды. Біріншіден андай әңгімелер жүріп жатыр, енді Жасұлан Әмірді қатты жарақаттаған жоқ қой, ары қарай ойынды жалғастырып кетті дейді. Құдайға шүкір, қатты жарақаттаған жоқ, ары қарай ойынды жалғастырып талант. Мыңда бір шүкір деймін. Әйтпесе, өзі өліп қалған жоқсың ғой деп айтатын еді баяғыда. Өліп қалғанда хабарлас деген бар ғой, сол сияқты. Мына жақта Шымкенттің жас таланты символына айналып бара жатыр Ордабасы футбол клубының. Талант, ана голын айтсайшы. Дастан Сатпаева бар, Ордабасының Жасұлан Әмірі бар, Кевин Де Брюйнесі бар деген сияқты. Сол жерде Әлібек Қасымға біз енді бір ауыр сөз айтқым келмейді, бірақ өте қауіпті ойын болды. Аяғымен тік барды, қызыл қағаз меніңше ол жерде бар қаралды. Тимесін, не спортивный поведение деп мен беру керек деп ойлаймын. Қараш төрешінің қателігі ғой енді бұл да енді қорытынды есепке әсер етті ғой бәрібір. Әрине, себебі кейін Әлібек Қасым енді сен мысалға ойлайсың ба ертең төрешіге бір жаза қолданады деп? Ойлаймын. Қолдана ма қолданбай ма білмеймін, бірақ қолдану керек деп ойлаймын. Егер қолданбай қойса, онда мысалға Искаковқа да қолданбау керек еді. Жоқ, ол кезде былай, ол кезде ситуация басқаша. Мына жерде де қолдану керек. Жоқ, реакция беру керек. Кірген гол есептемеді ол кезде. Қолдану керек деп тұр. Жоқ, енді жарайды, ол не айтып тұрғаны. Срогында айырмашылық болу керек. Жоқ, жаңағы несін айтып тұрмын ғой, мына төрешіде. Өмір бақи шеттету деген өте ауыр нәрсе, бірақ мысалы біздің төрешілерді солай бір жарты жылға, 3 айға, 1 айға шеттеткеннен кейін, меніңше келесі ойындарда әлдеқайда әділірек төреліп болады. Шеттетудің мынандай жазасы да бар екен ғой, 2-ші лигаға жібере салады жаңағы. Енді 2-ші лиганы да құртып жіберу мүмкін ғой, біз ол да кәсіпқой біздің лигамыз ғой. Енді қараңыздаршы, мына жерде төреші жаңа өткенде сен 17 дедің ғой, 17 төреші бар дедің бе? Біреуін шеттетіп тастады уже. Енді мына жерде Данияр Сахи бізде күмәнді болып тұр. Өткенде бір турда да біз осы Оқжетпеспен Елімайдың ойында да біраз Данияр Сахи туралы айттық. Енді мына жерде тағы да осындай бір даулы эпизод болып тұр. Енді мен осы төрешілерді біраз зерттедім да, Өзбекстан, Ресей, Қырғызстанды қарайсың ғой. Бұл жақта федерацияның жұмысы ғой, енді ол төрешіде айлық бар. Ай сайын. Матч жүргізе ме, жүргізбей ме, 11 жыл айлық төленеді ай сайын. Бізде олай емес.
Бізде Матчқа байланысты. гонорар алады. Анау асабалар сақылды ғой енді жаңағыдай. Біз комментатор болғанымыз бір матчқа гонорар алады. Болды. Одан кейін мысалы Данияр Сағи кім Ысқақов шеттетіліп кетті ме? Болды. Ол жаңағы сен айтқандай отбасы бар, бірақ ол ары қарай не жұмыс істеу керек? Мен түсінбеймін. Төрешіде тәжірибелі төреші болу үшін, ол ана жақ шетелге барып өзінің жұмысын сапалы атқару үшін оған қаржылы проблемасы мәселе болмау керек деп ойлаймын. Егер проблема болды ма, ол осындай матчтарға ол әсер етеді. Сол қаржылық мәселе болмау үшін, төрешілер жаңағыдай келісілген матчтар ойнамау үшін, мысалға КФФ олардың гонорарларын жоғары қойды ғой енді. Қаншалы 700 бәленбай мың алады, бас төреші бір матчқа. Ол бір айда 3 матч өткізетін болса, оны 2 миллионнан астам. Бір айда 3 матч емес, мен осыны есептесем, бір төреші былтырғы сезонда осы жаңа 17-ге кіретін 13 матч төрелік етті бір сезонда. Жоқ, оның варда отыратын кезі болады ғой. Енді оның айлығы ондай емес қой, X2 емес қой. Жоқ, енді ол да белгілі бір деңгейде алады ғой, 300-400 мың. Алады. Бірақ та ол 300-400 мың көрдің ба? Ол жерде қажеттілік жаба ма, жаппай ма деген сұрақ қой, мысалы. Мынадай жауапкершілік қаншама адам көріп отқан адам футбол бұл жерде. Жоқ, бұл жерде былайда мәселеде біз мынаған кетіп қала жатты. Өткен матчта біз как будто Ордабасы кінәлі сияқты болып қалды да, негізі төреші емес. Иә. Қазір мына матчта мысалыға сонда Астана сатып алған болып тұр ма? Егер өткен матчтың Астана 7 дүркін Қазақстан чемпиондары 7 дүркін. Қазақстан 17 төреші ма? 17 төреші Астанаға келген кезде бұндай эпизодтармен талайын кездестіргем. Кішкене бармақ басты көз қарайтын моменттер көп. Былтыр да, оның алдында да, биыл да келесі жылда болады. Астана болғалы. Астана болғалы солай бола береді ол. Оның себебін білетіні біледі, білмейтіні білмейді болды. Мен біздің кезде енді ондай болмаған. Жоқ, елге ол бұрында бар ғой. Қызыл қағаздың көкесі енді кім екенін білесіздер ғой, мақты қолмен көрсетпей-ақ қойын. Жоқ, егер біз Ордабасыдан күдіктенсек, біз Астанадан да күдіктенуіміз керек. Мен Астанадан күдіктеніп тұрмын да. Біз Елімайдан да күдіктенуіміз керек, Ақтөбеден де күдіктенуіміз керек. Бірақ Ақтөбе, Елімай, Астанадан күдіктеніп, Ордабасы әулие дегеннен де аулақ болуымыз керек. Бүкіл Қазақстан клубына бірдей қарайық, бірдей күдіктенейік, төрешілерден де бірдей қарайық. Анау Уәлибек ағамыздың өз монологы бар ғой. Бізді сөйтіп қойғанда, Құдай сөйтіп жаратқанда өз дейтін ше. Шынымен де Шымкент десең ана бізді шеттетеді, как будто шетелдей деп айтады ғой. Шымкент кеше бір не қылып қалып еді, мен өзім Шымкенттемін ғой енді, туған жерім. Жерден алып жерге салды ғой, Южановы, Хитрый, бірдеңе, жердеңе, анау мынау. Маңдай болған кезде типа үндемей қалады да. Жоқ, менде мысалы ол жерде Ордабасы болған кезде не нормально дегендей позиция. Олжеке, мен сізбен ол жерде ол подкастта мысалы келісе алмадым ғой, бірақ мен де Шымкенттенмін ғой. Сондықтан ондай артық сөздер керек емес негізі. Жоқ, жаңағы енді адамдар айтқан адамдарға айтып отырмын да, анау южанский вариант, анау мынау деген артық сөз ол. Жасұлан Әмірдің мынау төреші деген ол проблема шешілмейді екен жігіттер. Мен мына турда тыныш өте ме деп ойлағам өткендегіден кейін. Мына турда осындай болды ғой. Керісінше. Иә, мына жерде енді мен Ордабасының 3 ұпайын ұрлап алды деп айтуға болады. Енді 3 ұпайын ұрлап алды демей-ақ қойын. Ордабасының бір ойыншы артық ойнауына кері әсерін тигізді. Сол голдың соғылуына Әлібек Қасым себепкер болды ғой мысалы. Тереңнен пас асырып берді, одан кейін қапталдан ортаға Бауыржан Исламхан гол пасы, содан кейін Вороговский гол соқты. Кім білет, 11-ге 10 ойнаған кезде Астана теңестіре алмай қалар ма еді? Иә. Бір ойыншының факторы үлкен рөл ойнайды. Бірақ ойынды қарасаңдар, Ордабасы енді жек қойды ойында. Екінші тайм әсіресе. Анау кім Абагна ма? Мықты екен, Абагна мықты екен. Мойындадым Абагнаны. Енді ойынға оралатын болсақ, тактика жағынан Ордабасы бәрі жағынан Астананы алып қойды. Ито Елхан Асанов ойнамапты. Иә. Бірақ Астананы түсінуге болады, ең үздік қорғаушылардың бірі жарақат алып қалды, ойнамай жүр, сол себепті ротация келе бастады. Не үшін? Абзал Бейсебеков шықты, 3 қорғанысқа көшті, ойын стилі өзгерді. Бірақ сонда да біздің қазақстандық ойыншылар жоқтатпады. Исламхан ойынға шығып міне ассист болып отыр. Содан кейін Астананы ары қарай алдыға жетелейді деп ойлаймын. Бірақ Ордабасыны мен айта кетейін, Ордабасы өзінің ойын әрдайым күшейтіп келе жатыр десем мен қателеспеймін. Мартин мырзаның ойын өрісі керемет алға алып келе жатыр деп ойлаймын. Мартинді алып тастау керек деген. Болып кетті ғой. Оңтүстік академияға қарсы 2-2 болып шіріп атып әйтеуір. Сосын мынандай ой келіп жатыр да, мысалы жігіттер өткенде енді Ордабасыға жақтасты дедік қой біз төрешіні, иә, сондай әңгіме болды ғой енді. Енді мына ойында сол теңестіріп қойын деген әңгіме ше. Енді Ордабасыны кішкене обалына қалайын дегендей. Бізбен ойнап жатыр ма? Бізбен ойнаймыз, актермыз ба дейміз, титрдің артында отырамыз ба? Жоқ, біреудің
қол шоқпар болып кетіп бара жатқан жоқпыз ғой осы жерде. Үлкен мүдделер жатқан сияқты негізі бар. Жоқ, негізі мүдделер әсер менде етеді ғой. сол өткен ойыннан кейін енді шынымен енді көп зерттеулер жасадым да, ана вар төреші кіріп кетті ғой енді ішке. Иә. Ана жаңағы бөтен адамдар, оны қара адамдар деп берді СМИ-ға, әртүрлі пабликте. Иә. Сол кезде менде сұрақ туындайды да, ол адамдар доступ КФФ-та и жаңағы түсірілім тобында ғана болады екен, бар комнатасындағы камераға. Ол эфирге Оны шыққан неге жоқ. әтейі шығарып жіберді деген ой кетеді одан кейін. Шу болсын деген мақсат. Шу болсын деген мақсатта ше. Сөйтіп енді сол кезде ойланып қаласың, бір мүдделі адамдар бар ма шынымен? Ана қарақ көрсете берсе, Бар ма дегендер не айтып отырсыңдар? Жоқ. Бар десеңдер ше, Жоқ, былтырдан бар бері ғой біз не енді. айтып жатыр? Жоқ, бар ғой енді, бірақ именно соған қарсы жұмыс істеп жатыр ма деп қаласың да, Ордабасыға қарсы. Ордабасыға қарсы білмеймін енді. Бірақ ондай топ бар ғой енді, әр команданың өзінің бір иелері бар ғой. Сөйтсем кейін ол анау повторда көрініп қалған екен сол адамның кіргені ше. И бірақ анау повторды сол жерін салған да, КФФ-тің өзі неге ше. Бір қарасаң өзінің артын өзі ашып беріп жатқандай. Енді төрешілерге келейік. Төрешілер өткен турда да болды, мына турда да болды. Енді біз кімнен хабар күтеміз? Нуну Каштрудан хабар күтеміз. Мен де Нуну Каштру Ол деген кісі кісі өткен турда анау Ордабасы анау шіріген матчта Қазақстанда болмаған екен ғой. Қазақстанда болмапты. Содан сол матчтан кейін жиналыста жасамаған. Содан кейін ешкіммен сөйлеспеген. Аудиозвонокқа зумға кірмеген. Сәрсенбі күні болады жиналыс. Сәрсенбі күні болса, өткен сәрсенбіде нақ болмаған 4-ші турда деймін де Ол енді. кісі 15 күн істеп, 15 күн үйінде болады екен. Вахтовый ма? 15 күн қыдырып, 15 күн Қазақстанда, 15 күн Португалияда да. Қысқасы, Нуну Каштрудың жұмысына риза болып жатқан ешкімді көрмедім мен, сөзін ашы. Бір косякқа, мысалға, бір жаңдық неге қателікке штраф, екінші қателікке штраф, тек штраф түсіндіру. Менен положительный нәрсе айтып Жоқ, отстранениеден бөлек бер жағын айтамын, қарапайым нәрсеге. Шеттетілгенінде олар да білмейді да қанша уақытқа шеттетілген жаңағы. Қысқасы төрешілермен жүйелі жұмыс жоқ. Содан кейін осындай болады. Балық қайдан шірейді, Әлімжан? Басыңнан шірейді. Ойынға келейікші. Біз енді тренерлер, мамандар барып қайтып біз ең қуанған нәрсе жаңа не көңіл неге толды деп отырсыздар екен. Келдік, не көрдіңдер депші, бас бапкерлерші. Қараңыздаршы. Ордабасы 3 ойыншы шығарды да. Ол Мағжан Тоқтыбай, Жасұлан Әмір және де тағы да 3-шісін ұмытып қалдым. Үшеуі де шығып ойын өрнегін өзгертіп жіберді. Жастар. Қараңызшы деймін да, сол кезде біз сондай уақытқа келдік. Легионерлер ойын өзгертіп жатқан жоқ. Біздің қазақтың балдары шығып, Ордабасының ойын өзгертіп отыр. Мына Жасұлан Әмір деген мықты. Өкінішке қарай осындай матчта біз төрешінің жұмысын айтып жатырмыз, ал бұл матчтың басты хайлайты негізі Жасұлан Әмірдің голы болу керек. Керемет сұмдық гол. Әртүрлі ракурстан көрсетілгенде Жасұлан Әмір өзінің инстаграмына да сап қойып, әдемілеп бір продвижениеға жіберді. Соны жаңағы қайталау болмады ол голды. Трансляцияда тағы да көп проблема. Проблема қайталау болмады, соны айтып отырмын ғой, Ақылбек ағадан сұрайтын нәрсе да енді. Мен күтіп отырмын ғой қайталауынша, голды көре алмай қалдым да, сонымен есте сақтап алу керек. 70 минут болып жатыр ғой, кетіп бара жатыр да уақыт. Ары қарай 80 минут. Жаңағы енді сіздер Ордабасы жақ бізді бір қуантты ма? Енді Астана жақты бір тағы да қуаныш жағдай. Астананың сапында 8 қазақ ойыншы ойнап жүр. Әнекей, ондай күнге де жеттік қой. Қараңыздар. Нұрсұлтан сияқты айтады әңгіме. Ақша жоқ болғаннан кейін де, ақша болса ойнамайтын еді. Жоқ, енді көңіл тола ма оған, толмай ма? Толады. Бізге деген ол негізі. Ақшасы болып кезінде, миллиард ақша жұмсап жатқан кезде, бір қазақты ойнатпаған кезі болды ғой. Қазір енді ақша жоқ болғаннан кейін қазақтарға зәру болып отыр да. Анау дарабоз айтатындай ма? Күнің түскеннен кейін айтып жатсыңдар маған, кет десеңдер кете саламын мен деген сияқты. Тура сондай. Негізі бар ғой, дұрыс емес. Сіз бар ғой негізі. Астана Ордабасы матчын осымен қорытындылайық. Айтатындай айттық енді. Мен айтпағым негізі Олжеке, Ерсін, Елеке, біз мына жақта Ордабасы деп, Астана деп, Қызылжар деп бөлініп жүргенде, мына былық таусылмайды да ол. Одан бекер. Әрбір клуб осы былықпен күресуге атсалысқан кезде ғана біз бір нәтижеге келетін шығармыз деп отырмыз. Оны өткенде біз енді подкаст жаздық та Ермұхамед келіп. Ермұхамедті де желден алып жерге салып. Ол да қате. Өте түсініксіз. Ол Ермұхамед айтып тұр. Бұл футбол бар болғалы төреші мәселесі бар. Және футбол тоқтағанға дейін ол бола береді. Сен нені қате деп жатсың? Төрешінің қызыл қағаз бермегені мен үшін қате. Жоқ,
жаңа комментарийлерді айтамын енді, әркімнің өз ойы бар ғой, жазуға құқылы ғой, ол қате дұрыс деп айта алмайсың ғой біреудің пікіріне. Жоқ, біз бұл жерде комментарий жазғанда сен ақпаратты қалай бергеніңе байланысты кетіп қалады ғой комментарий. Біз өте значит бір дұрыс жеткізе алмай жатырмыз, айналысып жатырмыз. қалай жеткіземіз енді? Былай, в общем, жігіттер, бізде енді жаңа былық дегенді айтып жатсыңдар, иә, мысалы былық төрешіде, ол түсінікті, алаң, инфраструктураны айтып жатырмыз, легионерді айтып жатырмыз. Яғни енді мынау негізі қозғалмайтын тақырып, бұл жаңа трансляция деген ше. Өткенде сен айттың ғой, 21 ғасырда 21 проблема болмау керек қой. Болмау керек қой, цифровизация ғой, коммуникация. Үйде Wi-Fi бар ма? Бәрінде бар. Онша емес мысал болды, негізі айта салайын. Мысалы, қараңдар енді, бізге матчты енді нағып үнсіз өтсін дейді. Мен көре алмасам, мен білмеймін, өзім бар соткаға түсіремін, 8 матч мысалы. Трансляция шіріп кеткен, шіріп жатыр, болмай жатыр ше. Мынандай матчтарда Астана, Ордабасы сияқты ойында қайталау болмау деген ол нонсенс. Болмайды ол құрдым уже, низко ғой, ол төмені. Сондықтан да бізде түсіріп жатқан кісілер, барлығымыз енді өмірде көреміз, сыйласамыз, білсеміз, бірақ жұмысқа келген кезде енді біз де өз жұмысымызды сапалы орындауға тырысамыз, біреудің ақысына өтіп кетпей, бір команданы жамандамай, әділ нәрсені көргіміз келеді, оған қайталау керек. Сол үшін енді түсіріп жатқаннан кейін қайталау мәселесін бізге шешіп берсе болды. 8 матчты көру маған мүмкін емес, мен де жұмыс балашаға басқа тірлікке ұйықтау керек, ары кетсе жетеу көреміз дейсің. Бел ойнау керек, сондықтан да қайталау болмаса не айтасыңдар? Дұрыс. Және алда бір апта бар ғой келесі турға дейінші. Бір аптада осыны бәрі бірігіп жүріп, хоккей жүйесін дұрыстап, қайталауды түзеп қойса, әйтпесе хоккейдің біз пайдасынан гөрі әзірге хоккейді пайдалануға әлі біліктілігі жетпейді. Оған дайын емес олар. Бірақ оқып келді деп жатыр ғой. Бір апта бар. Содан кейін ғана кісінің бөгде адамдар кіріп кетті. Ол трактовканы бар ғой, жай бір екі команданы ойнатып жасай берсе, оны обязательно осындай официальный матчта жасау керек па? Жетеді ғой ақыр стадионда қанша ойнап жатыр, бос емес ана стадионда. Эксперимент жасайтын ойын емес. Эксперимент жасайтын ойын емес, дұрыс айтасың, ойымды дөп бастың, жарайсың. Оқжетпес пен Ертіс арасындағы матч Бородин мен Бөрібаев гол соқты, ал Ертіс сапында Тұрлыбек гол авторы атанды. Елеке, бұл ойыннан не түйдіңіз? Оқжетпес кішігірім Лестер болып келатыр десем, қателеспеймін. Ринат Әлеуетов ағамыз молодец. Бұл ойындағы пенальти эпизодына тағы газ тоқталасын. Тағы да төрешілерге сұрақ. Тағы да кеп соғылады. Жоқ, ол Тимишев па? Төреш алайықшы арамызға, бір 5 адам болып отырып талқылайықшы осы подкаст. Сол кезде бір дамитын сияқтымыз негізі. Бұяқта да 2 пенальти болып отыр. Жоқ, төрешілердің өздері нақты айтып жатқан жоқ қой. Бір төреші мынандай дейді, екінші төреші ондай дейді, сонымен. Өзім шатастым. Мысалы, Оқжетпес матчында пенальтиге қатты бір дауласудың керегі жоқ деп жатыр, мысалы, белгілі бір төрешілер. Оқжетпес өткен маусымда да жақсы бастады олар негізі. Сол ғой, бұл енді сол соңына дейін барып бір Лестердің ертегісі қайталанатын болса, бұл енді Қазақстан чемпионатына басқаша бір не беретін еді, леп беретін еді. Бірақ бұлар ертең 10-шы турда уже, білесің ғой. Жоқ, бұлар деген кезде бұяқта қарасаңызшы, бұл кісілер кәдімгі әкімшілік жағынан қызығушылық бар, спонсорлар келіп жатыр. Содан кейін осы жазға дейін енді естуім бойынша осы состав болады, сосын тағы да күшейеміз деген ақпарат бар. Түсініп отырсыз ба? Былтырғы жылдары трансфер жағынан кішкене тоқтатып тастаушы еді. Қазіргі таңда бұл енді жыл сайын бола беретін қателікті бұлар өздері сынға алып, осы жылы сол нәрсені ары қарай дұрыстап тастауға. Осы жолда қателеседі-ау деймін бірақ. Не деп ойлайсыз? Білмеймін, менің ойымша Оқжетпес қазір ең сымбатты командалардың бірі, ойын стилі бар, және де Ринат Әлеуетов ағамыз керемет ойын стилін қойып келе жатыр десем, мен қателестім. Стадион керек бұларға да. Сауэр деген кісі ма сол идеяны кім айтты деп іздеп жүрген шығар. Гол соққан сүттің бағасы қымбаттайтын болды. Информацияны атаға кетіп жатыр ғой, сосын Иван Сауэрға бұрынғы істерін қайттан шығарып көрді. Онсыз біз қазақ боламыз ғой, шұқимыз ғой. Көтеріліп баратыр деп ше. Алтай мен Ұлытау. Әлі кетіп баратыр ма? Тау дерби дейміз ба? Шедевр голды айту керек. Кімнің ба анау? Қарабаланда өзіміз. Ол негізі гол соғам деп тепті ма? Көтерді оу. Рыза болдым ше. Көтерді негізі. Гол немен есі жоқ дегендей бар еді ғой. Ол жерде 2-1 есебімен аяқталды. Ойын Ұлытау командасы қонақта 3 ұпай еншілеп кетті. Енді қазір турнир кестесінің соңында бізде Тобыл мен Каспий тұр мысалы. Тобылды 15-ші орында көру ауыр екен. Көш басында Қайрат тұр.
суперкубокта ойнаған мысалы командалар тобыл жеңген. Қайрат, Оқжетпес ұпайлары бірден. Елімай. Оқжетпесті сәл бір көтермелеп қойсай. Иә, Қайрат, Елімай, Оқжетпес үшеуіне 11 ұпай. Ұлытауға болып жатыр біздіңше негізі. Жезқазғанға барады, Алматыға келеді, одан Түркістанға барады, ше. Өз үйінде ойнап жатқан сол алыстағы Ұлытау ғана екен ғой. Бәрі сол Алматы мен жаңа ненің Астана маңайында шоғырланған. Ұлытау, мынау бұл баяғы Жетісайдың ойыншыларының бәрін алған ғой бұлар. Мәлік Айдар деген гол соқты бүгін. Ол Жетісайда ойнап, сол жақта шыққан бала ғой, былтыр жарақат алып 1 жыл ойнамай қалып еді. Негізі физикалық тұрғыда өте мықты ойыншы, және ол оң қапталда ойнайтын қорғаушы ғой. Жетісай ұлттық құрамаға. Бірінші лигада неше маусым ойнады қатарынан? 2. 2 маусымда. Өзі 3 жыл болды ғой. 2 маусымда қанша футболшы беріп үлгерді? Иә. Соны бір анау Ринат Серікқұл дегендер кәдімгі ұлттық құрамаға дейін барып кәдімгі жастар құрамасы. Бұйырса. Енді чемпионат жайлы айтып жатырмыз. 5-ші тур, алда 6-шы турдың ойындары бізді күтіп тұр. Қызып жатыр Қазақстан премьер-лигасы, қызу ойындар бар. Енді жігіттер чемпиондар лигасы деп айттық. Ертең сейсенбі күні болады. Барселона мен Атлетико Мадрид арасындағы ойын. Мадрид қаласында өтеді. Одан кейін Бавария мен Реал кездесуі. Ерсін, болды ма Атлетико өтіп қойды деп ойлайсың ба, әлде Барселонада бір мүмкіндік бар дегенге келісесің ба? Барселона ма? 2-1 Барса жеңеді. Сөйтіп өте алмай қалады. Иә, екі жақты да ренжітпей ақ қойын. Реніш болды Барселона фанаттар? Өте алмайды дегенге реніш болды. 2-1 Барса жеңеді. Барса өтеді ол. Бірақ білмеймін кім өтеді. Келмейді ол, Барселона өтіп кетеді ол. 2-1 кім өтеді? 2-1 болса. 3-0 жеңеді ол. 2-1 болса Атлетико өтеді. Кім 2-1? Барселона 2-1 жеңсе кім өтеді келесі кезеңге? Қойшы енді тупой болып қалмыз осы жерде. Жоқ, математикам дұрыс болмайды. Давай, 4 үлкен ба, 3 үлкен ба? 4 үлкен ба, 3 үлкен ба? 4 үлкен. Онда Атлетико Мадрид өтеді. Болды онда. Минус 4 үлкен ба, минус 3 үлкен ба? Қойшы енді. Атлетико Мадрид чемпионатта Севильядан жеңіліп қалды ма? Турасында 2-1 есебі. Қызу дайындық жүріп жатыр. Чемпионатты сарп етті жігіттер. Реал айтпақ жеңе алмады чемпионатта. Иә. Кімнен қалап қалды? Болды ма? Чемпиондықты Жиронамен 1-1 ойнады. Иә. Бердік. Жұма күн болғаннан кейін сәл ұмытып жатсың ба, иә? Иә, берекелі күн ғой. -9 қазір сендерде. -9-да 5 шанс па ереке? Тренерлік көзқарас не болды? Бірдеңе деп маған. Тренерлік көзқарас не болды? аяғыңызға түртеді. Тренерлік көзқарас көмектеспей жатыр ғой. Ерсін, сен бір-екі мнение айтса, біз наоборот қойып кішкене шығарып алайық. Нені? Айттым ғой, Барселона Атлетико өтеді деп тұр ғой. Атлетико өтеді деп тұр. Иә, Барселона 2-1 есебімен жеңіске жетеді. Келесі кезеңге кім өтетінін ол жазып біледі. Реал Мадрид Бавария матчында ша. Бавария Реал Мадрид. Ол ойында бірақ қана команда бар енді, ол Реал ол. Мен ол командаға сенемін. Лига чемпионовты бағалаймын бұл турнирді. Өйткені Лига чемпионовтың көркін қыздыратын тек Реал ғой. Сонда Реал үйде Бернабеуде жеңіліп қалып, сонда Альянс Аренада бар. Ұта ма сонда? Қалай болды сонда? Қалай болады дейсің ба? Бірінші матчтың есебі қандай болды? Сценарий қандай? 2-1 Бавария жеңді. 2-1 жеңді, онда 3-1 ғой? Жаттап білесіз ба? Онда 3-1 ғой? Сол тегінен тең соққан жоқ ба Реал? Бір гол ше. Бавария Реал Мадрид Ерсін 3-1 есебімен Реал қонақта жеңіске жетеді деп отырсыз. Олжеке, сіздің пікіріңіз қандай? 3-0. 3-0? Жарайды, 3-1 Бавария жеңеді. Бавария 2 ойында да жеңіске жетеді. Елдос Ахметов ағам? Тура сол счет болады, Бернабеуда. Бавария қайттан жеңе ме? 2-1 есебімен. Елдос Ахметов чатта шығарып жүріңізші. Вообще Реал керегі жоқ. Атлетико Барселона матчында Ерсін 2-1 деп жатыр. Олжеке, сіз қандай есептер келеді деп ойлайсыз? Фанатизмге сама. Барселона өтіп кетеді келеді. Қой деймін, есепті айтпаймын енді, өтіп кетеді. Қалай өтіп кетеді? Мартин мен кімді ұмытпа. Өтіп кету үшін 0-2 жеңу керек болып тұр, бірінші. Иә, содан кейін ары қарай көре жатады. Бірақ Атлетико Мадрид плей-оффта үйде жеңілмеген ғой ешкімнен. Қойшы. Бірінші рет болады кез келген нәрсе өмірде бірінші рет. Адам өмірге бір рет келеді. Бір рет жаңағы не қылады дегенде ғой. Шымкентте өмір сүру керек. Сөйтіп жапсай. Қуып кеттің сен вообще. Сөйтіп жабайын деп жатыр. Атлетикода бірінші рет болады деп жатқаным ғой. Елдос аға? Интернетте көрген бір видеолар көрген шығарсыздар. Қазірден бастап бір кірпіштен үй соғып жатқан көрген жоқсыздар ма? Болды. Атлетико Мадрид па? Дуал тактикасын қолданады. Дуализм деген осы ма? Ливерпуль Пари Сен-Жермен. Ливерпуль бірінші ойында схемасын өзгертіп, үш орталық қорғаушымен ойнап, пассажыға ойынды бере салды, матч басталмай жатып.
болды сол күйі беріп қойды ғой, мақсаты кетті сол ары кетсе 2 доп айырмасымен жеңіліп Энфилдте қарымта қайтарып аламыз деген бекен. ғой. Деген бекен? демеген. Болжам қандай? Демеген. А? Болжам қандай? Болжам жоқ. болмашқа. Не болса да пысық өтеді деген болжам. Қызық емес, бірінші ғой интрига өліп қалды. Ол жерге Бірінші сізде- таймда интрига өлтіреді деп өткенде Барса Атлетиконың ойында айтқан ғой анау. Дәл айтқан ғой красавчик Бесакеш. Бірінші таймда интриганы өшіріп тастайды Барса деген. Интернет дейсің ба? Жоқ, Барселона мен Атлетико ойында Иә. бірінші таймда интрига өледі деп мына кісі айтқан, сол красавчик дұрыс айтып жатсың Сол деймін. жер шықты ма? Сол жер шықты. ПСЖ ғой. Пари Сен-Жермен келесі кезеңге өтіп тұр. Соны бір камбэк болу керек қой. Мәлкім ол Арсенал Спортинг матчында шығар. Айтып тұрмын ғой камбэкті болатын. Иә. Барса деп. Ерсін Реал деп тұр камбэк. Елдос ағамыз әлі камбэк айтқан жоқ. Бұл кісі өзі андай ғой. Камбэк есеңдей ма? Нейтралкада. Н қасақ қойып дейді ғой бұл кісі. Бұл кісі мен үшін жақсы. Бір Д-ға бір Р қасасаңызшы бір подкастта. Люблю Д-ға букву келсең R. дейсіз ғой. Негізі менің ойымша камбэк жоқ бұл жақта ешқандай. Ешқандай жоқ. Арсенал келесі кезеңге өтіп тұр. Құрметті көрермен, сәрсенбі күні түнде Чемпиондар Лигасының матчынан кейін біз қайтадан жиналамыз. УЕФА Чемпиондар Лигасының матчтарын талқылаймыз. Сондықтан арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер және біздің достарымыз ұсынған сыйлықтарды да ала аласыздар. Бекітілген комментарийге кірсеңіздер, сол сыйлықтар сізге бұйырады. Ол Криштиану Роналдудың жейдесі, ретро жейдесі және Әбдіқадыр Хусановтың қолтаңбасы бар Манчестер Ситидің оригинал формасы сізге бұйырайын деп тұр. Сондықтан сілтеме арқылы өтіп, сол сыйлықтарды ұтып ала аласыздар. Арнаға тіркеліңіздер. Алда әлем чемпионаты. Соған дейін тіркеліп алыңыздар, кейін әлем чемпионаты кезінде. Қабылдамай қоямын. Қалай жаңа қандай? Кеп тұрсыңдар ғой деген ба, қандай? Қандай? Жаңа анау кімнің сөзі. Дихи сөзі. Ол келмейді ол жерге. Қандай доңка? Күндерің түсіп тұрғаннан кейін Дұрыс қой, шақырдыңдар. әлем чемпионаты келіп тұрғанда соны тіркеліп. Қазірден бастап тіркеліп, олықпын деп отырыңдар. Мундиаль болған кезде құрметті көрермен тіркеліңіздер. Ерсін Ерік, Олжас Байбосын, Елдос Ахметов және Әлімжан Асқар фон Тимнің келесі шығарылымында кездескенше сау болыңыздар.